Армысыз, құрметті көрермен, есен амансыз ба? Сіздің назарыңызда білім айнасы. Бүгінгі тақырыбымыз аттестацияға қандай құжаттарды дайындаймыз, сол жайында айтатын боламыз. 83, 131, 514. Осылай тізбекте бірнеше бұйрықтар мен бірнеше нормативтарды айтып шығуға болар еді, бірақ бір сөзбен жалпы қалай қолмен істегенде және өз бойыңыздан өткізгенде қалай жинаймыз? Осы жайында біз Астана қаласының білім басқармасына қарасты нөмірі 71 мектеп ұстазы Жанна ханымнан сұрайық. Жанна ханым, сіз 500 мың теңге ұтып алу мүмкіншілігіңіз бар. Қалай десеңіз, оқу керек, оқу үшін жазу керек жобасын Республикалық білім айнасы редакциясы ұйымдастырып отыр. Материалыңызды 50% жеңілдікпен қабылдаймыз. Қабылдаған күні сайтқа шығарып, осындай куәлік береміз. Егер материалыңыз бір тәуліктің ішінде 300 қаралымнан асатын болса, онда осындай мақтау қағаз аласыз. Материалыңызды қабылдаған уақытта сізге арнайы нөмір береді. Сол нөмір арқылы сіз осы ұтыс ойынына желтоқсанның 24-інде қатыса аласыз. Ал қалай қатысам десеңіз, осы сілтеме кімнен келді, сол кісіге жазасыз. Биыл аттестациядан өткен екенсіз. Қандай құжаттар жинадыңыз, қандай құжаттар дайындадыңыз? Жақсы. Құжаттар дегенде ең бірінші, ең бастысы өтініш өткіземіз. Өтініш жаңағы егер санат алайын деп жатса, ол категория алу деген өтініш жазылады. Ал егер растайтын болса, мен жағдайымда мен растадым, өтініш жазғанда растауға береміз өтінішті біріншіден. Екіншіден, әрине, ол жеке куәлігін көшірмесін саламыз. Одан кейін диплом көшірмесін саламыз. Одан кейін, егер болса, қайта даярлау курсының сертификатын саламыз. Одан басқа біліктілікті арттыру курстарының соңғы 3 жылдың сертификатын саламыз. Одан басқа еңбек кітапшасының көшірмесін саламыз. Еңбек кітапшаның көшірмесінен басқа тест нәтижесін саламыз. Қазір ПББ дейді ғой, пәндік білімін бағалау туралы тест нәтижесін саламыз. Бұл жерде айтып кететін болсам, мен мысалы өтілім 32 жыл болғандықтан, мен жаңағы тестқа қатыспаймын. 30 жылдан астам мұғалімдер тест нәтижесінен босатылған. Сондықтан біз тек қана анықтама саламыз. Анықтама мектептен алынады, ол жаңағы мөрмен және директор қолымен бекітілген болу керек, және оның ішінде осы мектепте жұмыс істейтін беті болу керек, бұйрық болу керек. Оның ішінде одан басқа, егер мұғалімнің бұрын алған категориясы болса, сол категорияны алу туралы бұйрығымен оның куәлігі салыну керек ішіне. Одан басқа жаңағы мұғалімнің 3 жыл бойынша білім сапасының диаграммасы, мониторингі және оның талдауы салыну керек. Ол міндетті түрде өсу болу керек, процент байқалу керек өсу туралы. Келесі тарауға жаңағы мұғалімнің жетістігін саламыз. Мұғалімнің жетістігі туралы айтатын болсақ, мұнда екіге бөлуге болады. Мұғалімнің жеке жетістігі жаңағы 514-ші бұйрықта көрсетілген мұғалімнің түрлі олимпиадаларға, конкурстарға қатысу туралы құжаттары, және екіншіден мұғалімнің түрлі конференция, семинар, тренингтарға қатысып, тәжірибені таратқан туралы сертификат немесе тағы да басқа құжаттарды салу міндетті. Одан басқа міндетті түрде соңында эссе саламыз. Эсседа тақырыбы бекітілген, дайын өзі тізімі бар. Сол тізім бойынша кез келген тақырыпты алып, 250-300 сөз көлемінде эссе жазып, оны жаңағы портфолионың ішінде салу керек. Мұғалім жетістігі туралы айттық қой, дәл солай мұғалімнің оқушыны жаңағы түрлі конкурстарға, олимпиадаға қатыстыру туралы құжаттарды салу керекпіз. Ол диплом болуы мүмкін, немесе қатысу туралы жаңағы сертификаттары болуы мүмкін. Жақсы, рахмет сізге. Өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге рахмет. Құрметті оқырман, ойымыз кең, санамыз бай, білім ғылымға жақын болайық. Сіздермен бірге болған Жетің Ордың Қуантайы, аман сау болыңыздар.